Шығындардың туында орны анықтамалығы, шығындардың туында орындарын есепке алу, төлем ведомостарын басып шығару және еңбек ақыны өндірістік бөлімшелер бойынша бөлу үшін қолданылады. Анықтамалықты толтыру үшін кез келген есепке алу бөлімінде бола аламыз. Содан кейін анықтамалықтар қондысында ұйымның анықтамалықтары қондысына өтіп, шығындардың туында орнын ашамыз. Кесте деректерін қара ауқымында бұрын енгізілген жазбаларды құру үшін ОК батырмасын басып, содан кейін тізім қондысына өту қажет. Ал жаңа жазбаны жасау үшін жаңа жазба қосу командасын басамыз. Толтыруды бастаймыз. Код және мекеме әдепкі бойынша орнатылады. Қажет болған жағдайда бөлімшені көрсетуге болады. Содан кейін бірегей кодты енгізу қажет. Мысалы 123. Әрі қарай түрін таңдаймыз. Ол үшін төмен көрсеткіні басып, келесі нұсқаларды көреміз. Анықталмаған, әкімшілік, қосалқы және өндірістік бөлімше. Мысалда анықталмаған деп көрсетеміз. Одан кейін атауды қазақ және орыс тілдерінде енгізу қажет. Мысалы, шығындардың туында орнының, мысалы, қажет болса салықтар бойынша өрісін толтырамыз. Содан соң анықтамалықты сақтау үшін тінтұрдың ошақ батырмасы мен мәтіндік мәзірді шақырып, сақтау командасын таңдаймыз. Сақтаудан кейін әрбір жеке жазбаны құралдар тақтасындағы есеп батырмасын басу арқылы басып шығаруға болады. Немесе тізім қондысына өтіп, осы батырманы басу арқылы бүкіл шығындардың туында орны анықтамалығын басып шығаруға болады.